Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шайға жылдам уақытта дайын болатын өте дәмді йогурт қосылған осындай керемет пирог дайындаймыз. Құрамында үйден табылатын қолжетімді заттардан тұрады. Сондықтан видеоның маңызды сәттерін өткізіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Ал граммдарын, толық мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, миксердің жай жылдамдығымен бастап араластыруды бастаймыз. Осы жұмыртқаны араластырып жатқан кезде қантты жай-жайдан, яғни 2-ге немесе 3-ге бөліп салсаңыздар болады. Қантты салып араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз 2 есе ұлғайып, кішкене көпіріп ағара түсу керек. Сол уақытқа дейін миксердің жылдамдығын көбейтіп отырып араластырып алыңыздар. Мінекей осындай қалыпқа енеді. Енді жұмыртқалы массамызға сұйық майды және де йогуртты құямыз. Йогурттың кез келген түрін алып қоса берсеңіздер болады. Мен осындай Foodmaster фирмасының живой йогурт деген түрін алдым. Енді сұйық май мен йогуртты құйып алғаннан кейінде миксермен барлығы біркелкі қалыпқа енгенше жақсылап араластырып жібереміз. Ал енді електегі ұнымызға біз 10 граммдай ұн қопсытқышты, яғни разрыхительді осы елекке салып аламыз және де қасықпен кішкене араластырып жібереміз. Енді осы ұнымызды сұйық массамыздың үстінен 2-ге немесе 3-ге бөліп салып араластырамыз. Лопатканың, яғни силиконды күрекшенің көмегімен жоғарыдан төмен қарай барлығы жақсылап біріккенше араластырамыз. Ұнымыздың келесі бөлігінде салып, дәл осылай араластырып аламыз. Ешқандай іртік немесе түйіршік қалмайтынына жақсылап көз жеткізіп алыңыздар, яғни барлығы жақсылап бірігу керек. Сіздер бұл жасалу жолы өте оңай пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өйткені дәмі де, иісі де керемет болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз осындай қалыпқа енді, сұйықтығында көріп тұрсыздар. Ал енді біз формамызды дайындаймыз. Менде осындай кольцо, диаметрін 18-ге немесе 20-ға қойып алсаңыздар болады. Фольгамен жақсылап бекітіп алыңыздар. Қазір пирогымыздың қамырын құятын кезде ағып кетпес үшін міндетті түрде фольганы 2-3 қабаттап жақсылап бекітіп алыңыздар. Бұндай форма болмаса, сіздер кез келген 18-20 диаметрлік формаға салып пісіре берсеңіздер болады. Пешті алдын ала қыздырмаймыз, осыны ескеріңіздер. Қамырды салғаннан кейін ғана барып, градусын 180-160 градусқа қойып, 40 минуттай пісіріп аламыз. Меніке осылай пісіп шығады. Менде кішкене беті күйіңкіреп кетті. Бірақ ол ештеңе етпейді. Пирогты міндетті түрде формадан толықтай суығаннан кейін барып босатамыз. Пирогымыз суығаннан кейін бетін қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен сгущенканы осылай құйып жағып қойдым. Сіздер қаласаңыздар қаймаққа кішкене қант ұнтағын араластырып бетіне жақсаңыздар болады. Немесе жай ғана қант ұнтағының өзін сеуіп қоюға да болады. Және де пирогтың бетіне мен грек жаңғағын кішкене ұсақтап турап қосып жібердім. Пирогымыз осымен дайын болды. Міндетті түрде толықтай суығаннан кейін барып кесеміз. Біздің пирогымыздың арасы құрғақ, тығыз болмай, влажнылау болып, нәзік болып, өте керемет болып шығады. Сіздер міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шаймен ішкенге енді нағыз керемет үйлесетін пирогтардың бірі, және де балаларыңызда сүйіп жейтіні сөзсіз. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал егерде осы видеом пайдалы болған болса, ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.